Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қазіргі тренд волосы ангела шоколадын жасайтын боламыз. Міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар. Видеоны лайк басып, соңына дейін көріп, сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып кетіңіздер, міндетті түрде жауап беремін. Ал енді бастайық. Ал енді жұмысымызды бастайық. Ол үшін бізге ең басты ингредиент бұл осы халва, пашмак деп аталады. Осындай упаковкада сатылады. Бұлардың түрлері әртүрлі болады. Менде ассорти түрі ваниль, гранат и дыня дәмімен. Осындай шашқа ұқсайды, сладкая ватаға да ұқсайды. Қазір жұмыс барысында сіздерге ашып көрсететін боламын. Және де бізге фисташковый паста керек. Осылай кондитерский мешокқа құйып алыңыздар ыңғайлы болу үшін. И сублимированная малина қажет. Мен осындай цельный түрлерін алдым. Бұлардың түрлері де әртүрлі болады, бірақ осы цельный түрін алуды мен кеңес етемін. Сол кезде дәмі жақсы шығады шоколадта. Сосын кейін темперированный ақ шоколад и розовый шоколад. Және де осындай форма қажет. Менде бұл форма дубайский шоколадтан қалған. Негізі бұл шоколадты жасауға осындай биік формаларды алған дұрысырақ болады, өйткені мұнда начинка салынады. Ал енді жұмысқа кірсек, формамызды жақсылап жуып, кеп тұрып алдық. Енді мынау шоколадтарымызды кондитерский мешокқа құйып алдық. Аузын қазір қиып формамызға жағамыз. Так, міне. Өздеріңіз көріп жүрген шығарсыздар, иә, тренд бойынша осындай розовый нелермен шоколадтың бетінде суреттері бар да, розовый. Сондықтан да розовыймен полоскалар салсаңыздар болады. Кейбіреулері розовый кондурин да жағып істеп жатыр, просто ақ шоколадпен жасап. Мен осылай жасағанды дұрыс деп шештім. Бірден осылай ақ шоколадты құямыз. Яғни қатты слой емес, өйткені біз қазір корпус жасап жатырмыз. Яғни форманы толтырмаймыз, тек корпусқа арнап осылай құйып аламыз. Сол кезде біздің жаңағы розовый құйған шоколадымыздан мындай әдемі болып, яғни мрамор сияқты құйылатын болады. Қазір көресіздер дайын болған кезде. Сондықтан да бірден сразу розовый шоколад құйғаннан кейін бірден үстінен ақ шоколад құя беріңіздер. Корпусымыз қатты жұқа да болмау керек. И қатты қалың да болмаған дұрыс, яғни бөлген кезде шытыр етіп сынатындай қылдырып жасауымыз керек. Ол үшін осылай бірнеше мәрте айналдырып корпус жасаймыз. Болды, енді холодильникке 5-10 минутқа қатыруға жібереміз. Оған дейін халвамызды жұмысқа дайындай береміз. Шоколадымыз пока қатқанша, мына халвамызды ашып дайындай берейік. Мен ассорти қылып салғым деп тұр, яғни розовый мен ақ. Бұлардың түрлері әртүрлі болады. Мысалға, менде мынау аса ұзын емес, яғни қысқа екен да. Бұлардың мынандай ұзын түрлері де болады. Прям реально ұзын шаш сияқты болып тұрады. Сондайларды алсаңыздар болады. Тоже жақсы болып көрінеді шоколадтың ішінде. Міне біздің корпусымыз қатты. Шоколад егер дұрыс темперирование жасалған болса, өте тез қатады. Сондықтан да шоколадқа темперированияны дұрыс жасаңыздар. Енді бізге бірінші слой фисташковый пастаны жағамыз. Яғни фисташковый пастамызды осылай кондитерский мешокқа салып дайындап аламыз. Қазір соны бір слой қылып жағатын боламыз. Қатты көп құюдың қажеті жоқ, өйткені фисташковый паста өзі қатты тәтті, сондықтан да жұқалап қана жағамыз. Қасықтың көмегімен жағып жіберуге болады қазір. Мінекей
фисташка пастамыз жақтық, енді сублимированный малиналарымызды саламыз. Осылайынан сразу слайсылармен салсаңыздар, вообще негізі дәмі күшті болып шығады. Қытырлайды ол еще же жеген кезде. А егер мынандай ұсақ-ұсақ нелерді салсаңыздар, мелкие кусочектарын, онда ол аса қытырламайды, и шоколадты бөлген кезде ASMR жасайды ғой, сол кезде шашылатын болады да. Сондықтан да лучше осылай үлкен-үлкен слайсыларын салыңыздар. Аса қатты выпуклықты болмасын, өйткені қазір равномерно болмай қалады да. Таңда осылай. Енді саламыз. Так, қараңыздар, бұл шоколадты бөлгенде негізі былай бөледі ғой, ортасынан. Сондықтан да шаштары топ ортасында бүйтіп әдемі болып бөлінгенде әдемі болып созылу үшін манау тарамдарын прям сол бойымен салыңыздар да. Яғни қазір міне осы тарам ғой, и прям осылай салыңыздар. Орта жағына ондай ассорти болып тұратындай қылып соны. Күшті. Күшті десерт. Әдемі и тәтті. Осылай. Қазір енді бетіне шоколад құямыз. Осы шоколадты прям аяғына құйыңыздар. Қазір ашылып ішінен қалғаны шығып келмейді. Міне біздің шоколадымыз дайын болды. Формадан ажыратамыз. Шамамен бір 30 минуттай тұрсын. Шамамен 1 сағатқа тақау. Егер температураны дұрыс жасалған болса. Міне осындай әп-әдемі мраморный волосы ангела шоколадымыз дайын болды. Қазір енді ортасын бөліп, начинкасы қалай шыққанын қарайтын боламыз. Негізі холодильникте көптеу ұстау керек, 1 сағаттан артық. Сол кезде күшті қатады, и сындырғанда күшті хруст шығатын болады. И шоколадты құйғанда да артыңғы слойы шоколадтың прям қалың болған қадағалаңыздар. Сол кезде прям ASMR жасағанда жақсы шоколадтың сынған дыбысы жақсы шығатын болады. Былай да жақсы шықты, пропорциясы барлығы жақсы. Тек сублимированный малинаны кішкене сәл көптеу салсаңыздар болады. Сол кезде кислинкасы көптеу болады. Так, негізі дәміне көрдім. Дәмі өте тәтті, сладкаяшкаларға прям өте күшті шоколад екен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де фисташка паста ештеме қоспаймын десеңіздер, тек қана пешмонеда салып жасасаңыздар болады. Тағы да бір рецепті бұйырса алдағы уақытта YouTube каналыма саламын. Видеоның соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып кетіңіздер. Мен каналыма тіркеліп алыңыздар. Келесі жолы осы волосы ангела шоколадын басқа рецептісін салатын боламын.